Idzie wysrywanca. 5, 4, 1. Балдар білімнің сапасы табысты ұл болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір оқушының білім алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасауға тиіс. Сол үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы қолға алынды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында республикамызда 740 мың баланың заманауи мектепте оқуына жағдай жасалған. Осылайша 2023-2025 жылдар аралығында оқушылар үшін қолайлы жағдай жасалған 740 мың орындық 369 мектеп салу және пайдалануға беру жоспарлануда. Апатты жағдайдағы және 3 ауысыммен оқитын мектеп мәселесі толық шешіліп, жайлы мектептер қалаларда да, шалғай ауылдарда да салынып, ауыл және қала мектептерінің айырмашылығы едәуір азаяды. Астана қаласында жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасы аясында 24 мектеп салу жұмыстары басталды. Жайлы мектеп сапалы, жайлы оқушы орны ашылып, тапшылық жойылады. Білім теңсіздігі азайып, сапаны арттыруға мүмкіндік береді. Заманауи дизайнмен ерекшеленген пәндік кабинеттер, компьютерлік сыныптар, зертханалар мен шеберханалар, әр блоктың өз асханасы мен спорт залы, бастауыш және жоғары сыныптарға арналған бөлек блоктар болады. Сонымен қатар мектеп ішінде оқулықтар мен жеке заттарды сақтауға арналған жеке шкафтар орнатылу арқылы оқушылардың ауыр сөмкелерін біршама жеңілдетуге мүмкіндік туады. Оқушыларға ыңғайлы болу үшін трансформер платалар, әр қабатта оқушыларға арналған тынығу алаңдары жабдықталады. Мектеп кітапханасы, спорт алаңдары жайлылығымен ерекшеленеді. Жайлы мектептер еліміздің барлық облыстарында жүзеге асырылады. Нақты айтатын болсақ, Түркістан облысында 63, Алматы облысында 53, ауылдық жерлерде 187, Астана қаласында 24, Алматы қаласында 22, Шымкентте 25 жайлы мектептер салынады.